тағам өкілдерінің негізгі мақсаты осы ел арасында, халық арасында халықты екіге бөлу, іріткі салу, немесе өздерінің идеяларын, өздерінің ойларын жүргізу. Енді жалпы дінге қатысты келетін болсақ, діни тұрғыда да осындай ағымдар жеткілікті. Бұл енді пайғамбарымыз заманнан кейін, тіпті пайғамбарымыздың заманында да осы уақытқа шейін ол үзілмей келе жатыр. Енді бірақ түр сипаттары, көтерген тақырыптары әртүрлі болғанмен де негізгі мақсаты, яғни исламнан бір қорқа қарайтындай жағдайға келтіру. Әлемде қандай заңды қарайтын болсақ та, киелі кітаптарға келіп негізделеді. Өйткені ол Алланың заңы, Алланың діні таза, кіршіксіз болғаннан кейін, осы кіршіксіз таза бұлақтан басқа да бұлақтар ағып өзінің арнасына қосылып жатады. Ағымдардың негізгі зияны біріншіден қоғамдық жаңағындай тепе-теңдікті бұзады деп жатырмыз. Қазақ халқына тән өзіндік ерекшелігі бар. Біздің тіліміз бар, біздің өзіміздің салт дәстүріміз бар, біздің дініміз бар. Яғни жалпы қазақ деген кезде, кім деген кезде осындай бір компоненттен құралған бөліктерден тұрады. Осы орайда дін компонентінің орнына әртүрлі ағымдар келіп өзінің бір идеяларын, өзінің ойларын тықпақшы. Дегенмен де қарап отырсақ, біздің дініміздің өзі барлығы салт дәстүрмен, әдет ғұрыппен тығыз байланысты. Қазақ халқының, қазақтың сөзін өзін қарайтын болсақ, сөздердің ішінде көптеген мұсылман дінін қабылдағаннан кейінгі көптеген сөздер осы біздің қазақ тіліне еніп, сіңіп кеткен. Яғни олардың негізгі қаупі осы біздің салт дәстүрлерімізді қаралау, осы біздің дінімізді қаралау, сол арқылы өзі қазақ халқының ерекшелігін бұзу. Яғни егер өзегі бұзылған болса, өзегінен айырылған халықтың болашағы жоқ. Бұл әлбетте дінді дәстүрден, әдет ғұрыптан бөліп ажыратуға болмайды. Егер ажыраған жағдайда ол өзіміздің ерекшелігімізден айырылатын боламыз. Мынау жатағым өкілдерінің негізгі мақсаты осы салт дәстүр мен дінді ажырату, сол арқылы өзгеше бір қалыптағы, өзгеше бір пайымдайтын бір адамдарды сондай топқа әкелу. Алла одан сақ болсын. Алла тағала дінімізге берік болайық, салт дәстүрімізге өте қыраға болайық. Сол кезде нағыз кемел мұсылман боламыз.